Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз сіздермен небәрі 3 апельсиннен 5 литр сокты дайындайтын боламыз. Осындай аптап ыстықта шөлді қандыратын қолдан дайындалған дәруменге бай сокты бірге дайындайық. Ең алдымен ыдысымызға 3 апельсинімізді салып, үстіне ыстық жаңа ғана қайнап тұрған суымызды құямыз. Бұлай жасауымыздың себебі апельсиннің қабығымен бірге жасаймыз сокты, сол себепті қабығы толықтай ыстық суға тазаруы қажет. Келесі кезекте бізге осындай блендер қажет болады. Яғни біз сокты осы блендердің көмегімен жасаймыз. Келесі кезекте апельсиннің шет-шетін алып тастаймыз. Мен алып тастадым, негізінде алмасаңыздар да болады. Себебі біз бұл сокты апельсиннің сыртымен бірге дайындаймыз, қабығымен. Егер де аз мөлшерде жасайым десеңіздер, бір ғана апельсиннен 2 литр сок жасасаңыздар да болады. Өте дәмді әрі пайдалы сок. Сіздер де міндетті түрде жасап, өз отбасыңызды қуантыңыздар. Мінекей, барлық апельсинімізді осылай бөліп, 2 бөліп блендерден езіп аламыз. Мінекей, тез уақытта біздің апельсиніміз қабығымен бірге осындай пюре секілді массаға айналады. Сол кезде біз осы массамызды үлкен шұңғыл ыдысымызға салып аламыз. Және қалған бөлшегінде дәл осылай блендерлейміз. Оны да дәл осы ыдысымызға салып, үстіне қалауымызша тәттілігіне байланысты қант саламыз. Және аздаған лимон суын сығып қосамыз. Менде лимон болмағандықтан осында лимонный кислотаны пайдаландым. Аз ғана салып, үстіне қайнаған суымызды құямыз. Суымыз міндетті түрде ыстық, жаңа ғана қайнаған болуы тиіс. Яғни осы пюреміздің үстіне 5 литр ыстық суымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Және бетін жауып, әбден салқындағанша бірнеше сағатқа қоямыз. Әбден салқындаған сусынымызды ситаның көмегімен сүзіп аламыз. Мінекей, осымен біздің апельсинді өте дәмді согымыз дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет.